баянды жалғастыру үшін сөз тізгінін ұстаз Ердәулет ағайымызға береміз. Қайырлы бүгінгі айтысқа жиылған айтысушылар қауым бүгін бірегей еліміздің 30 жылдық мерекесіне орай, тәуелсіздікке орай керемет облыстық жас ақындар сайысы өтуде. Ең бірінші осы сайысымыздың өтуіне ықпал жасап мұрындық болып отырған номері 253 мектеп лицей ұжымының басшылығына алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі айтысымызға қатысатын мінекей облысымыздың түкпір-түкпірінен жас ақындар келіп отыр. Ендеше бүгінгі айтыскерлерді ыстық ықыластарыңызбен, қошеметтеріңізбен ең бірінші ортаға шақырайық. Қызылорда қаласынан келіп отырған Бекқожа Нұржігіт есімді айтыскеріміз. Төлеген Айқын, Шиелі ауданы. Орынбасаров Ердәулет, Қармақшы ауданы, номері 253 мектеп лицей. Ержігіт Дилназ, Шиелі ауданы. Есебай Өміртай, Қазалы, Қазалы ауданына келіп отыр. Қарабденов Қайсар, Қармақшы ауданы, номері 253 мектеп лицей. Исмайылұлы Бекқанат, Қармақшы ауданы. Берік қызы Динара Жалағаш ауданына келіп отыр. Қошеметтер қояды. Ендеше бүгінгі айтыскерлерімізге сәттілік тілеп әрмен қарай айтысымызды жалғастырайық. Бір кереметте бір қошемет тұрып қояйық. Сәттілік көп қояйық. Құрметті көрермендер, бүгін мінекей жалпы облысымыздың түкпір-түкпірінен ақындар, айтыскерлер бүгін мінекей өздерінің өнерін көрсететін болады. Ендеше ең бірінші жұпты ортаға шақырайық. Мінекей көптеген жас ақындар айтысында топ жарып жүрген, көзге түсіп жүрген Орынбасаров Ердәулет, Қармақшы ауданы, номері 253 мектеп лицей. Енді жаңада айтып жатырмыз, бүгінгі айтысымызға жан-жақтан көптеген қонақтар келіп жатыр. Ержігіт Дилназ, Шиелі ауданы. Алдаспандай қылышы бар. Қармақшы кіші жүздің мекені ғой, шөмекей алтын кете құлысы бар. Тайымбет батыр шыққан бұл мекеннен батырдың отаны үшін тұрысы бар. Көшене деген ғажап жырау туған, жырының алтыны бар, күмісі бар. Тағы да 100 шайырын шыққан бізден, отырған қауымына жыр ұсынар. Қайратта Қайрат ағам әкім болды. Өңірде жайнап жатқан гүлісі бар. Қармақшы кереметте аудан болды. Өзгеге бұндай мақтау кім ұсынар? Ассалаумағалейкум жосағым-ау, күн сайын кеңіп жатқан тынысы бар. Ортаны жарған бүгін жорған көптеп, көрермен қолдау берсе залдан көптеп. Мектепті ал енді жырғылайын, ақынға айтысымен қорған мектеп. Директорым бастаған завучтер бар, жақсының барлығында шолған мектеп. Фракция, парламент, тәлімгер бар, барысты бір ортаға салған мектеп. Сырымдай ақыл шықты бұл мектептен, айтпаңдар ол жағына барған жоқ деп.
ханның ізін басып біз келеміз. Ақындар шашы топты жарған көп деп. Жүз жыраудың осынау ауылында номері 1 өнері жыр болған мектеп игайдым. Мәдинәс ел намысын өлеңіммен қорғайын деп, халыққа өлеңімді жолдайын көп. Қасыма Қасыма Хасылуды қосып қопты. Мен енді ол жайында толғайын деп, Қасыма әлей бала келген кезде мен енді жаман бала болмайын көп. Төгілген бұрымыңнан айналайын, мен оны жылауыңнан талмайын деп. Торына өзі келіп қонған құсты бейқамдықпен шығарып алмайын деп игайдым. Торға түсет қонбайды, басқаша мынау толғайды. Қармақшы қалып қалам деп қанатын жайып томдайды. Қалмасам да мен бұл жерде бақыттың гүлі солмайды. Көп қарай берме, көз тиет қарауға маған болмайды. Айтыстың асыл аққуым маған жолыққан қарсылас әлек болып сорлайды. Аттанбай берме сондықтан аққуды атқан оңбайды. Ақынның халық тірегі босасын тілдің шідері. Бір қызын келді алдына елім деп соққан жүрегі. Туылған жерім шиелі бабамның бәрі дүрегі. Салтын бұзбайтын сұлуымын тыныштық болған тірегі. Сәлемімді қабылдау сүлегер туған жүрегі. Қасиет қармақшы жайлы ақпар көп, оқысаң тарих тақтардан. Өнердің асыл тұқымды арғымақтарын баптаған. Тұрымбет жиенбайлардың жыр термелерін жаттаған. Ақылы қымбат алтыннан ақындар өткен ақтабан. Жыраулар шыққан бұл жерден алтынмен сөзін аттаған. Батырлар шыққан бұл жерден шабуға дұшпан батпаған. Жауының тіліп табанын бауырын отқа қақтаған. Ауданның аты ерекше қойылғанына тоқталам. Қармақшы әулие атамыз аштықтан елді бір кезде балығы менен сақтаған. Ақ көңіл жүрдім осында пейілі әппақ мақтадан. Боламын деген баланың бетінен ешбір қақпаған. Осындай отты мекенге табаным тисе шаттанам. Лаулап жанған сен отсың ба, өшейін деген жоқсың ба? Алдына келген ақындар таңдайдан жырын төксін да. Шайды де қатты сімірдің, точно өзің тоқсың ба? 24 сағат сен шықпай, асқана жақта отсың ба? Бір түрлі екен сөздерің, шыдамайсың ау көп сынға. Бала күнінде ғашықтан баспен құлаған жоқсың ба? Өнерде менен бірдейсің бе, ал енді аламанда гүлдейсің бе? Ердәулет деген менде ғажабымын, қасымда ғажап өмір сүрмейсің бе? Тұмпақ ашсың деп мұна мені айтқанша, тұмпақ деп бірақ айтып күлмейсің бе? Аюда тұмпағырақ болады ғой. Әр сөзіңді айтып ап бірдейсің бе?
Маша Медведь деген бір мультфильм бар, сен оны білесің бе, білмейсің бе? Ашсың деп, томпақсың деп айта бермей, қасымда Маша болып жүрмейсің бе? Ағайын, шайырың дүр амандық тіледі кеп, ақының аламанда түнеді көп, тәуелсіздік жайлы енді жырғылайын, ойлаймын ел құлаққа іледі деп. Голощекин деген бір орыс шығып, қазаққа жаманшылық тіледі көп. 86 ерліктің жылы болды, соқтық біз батырлардың жүрегі болып. Кезінде бабаларым айтқан екен, тәуелден иті төмен үреді деп. Қайраттай батырларым қорған болды. Қазақтың кереметтей түлегі болып. Тамырын терең жайған қазағымның тәуелсіздік түреген тірегі болып. Шықтық қой біздер бүгін дара шыңға, оны айтып қояйын да арасында. Қасыма Диляздан сұлу кепті, осынау ақындардың таласында. Сұлулығың мына мені баурап ақтыр, күн сайын кемеліне толасың ба. 13-те отау иесі деген қазақ, сондықтан мына мені баласың ба. Бүгінде ер болуға шамам келеді, демегін мені жаман баласың ба. Жажар айтып, дүбірлетіп той жасасақ, Диназау ауылыма қаласың ба. Кешегі саумен серелер аралап жүрген ел ішін, ұнатқан қыздың аулына ат басын бұрып барушы ед, жасырып қалмай жең ұшын. Ғашық болардай түрде жоқ, фигура деген мүлде жоқ, бермеймін саған келесің. Қоқаңдап отқан қонаққа қарағым қандай сересің. Маша қылам деп Дилназды аюға өзін теңейме. Мультфильм көре бергенше киноға қарай кемейме. Төлеген болып одан да жебегім болшы демейме. Кебек болып еңліктей жүрегім болшы демейме. Мәжнүн болып Ләйлідей тірегім болшы демейме. Қозы көрпеш боп баяндай тірегім болшы демейме. Орманның аюы болғанша қорғаның болам демейме. Таспенен ұрып бастарым, қаза тапты жастарым, қарулы әскер талайды тірідей қыздан тастадым. Рысқұлбеков қайратым, атамын деп айтса да, атпаңдар деп қашпадым. Мұздай қарудан қорықпай, намыстан атта баспадым. Қырғынға арты жалғасты, думандатылған бастауым. Батырлар арқасында біз толыққанды ел болдық қой, толып тұратын настауым. Қасиет қонған қармақшы, жүз жырау шыққан мекен ғой. Белсенен елдің додаға беліңді буып бекемдей. Ал көз саған қарасам, жыраудың ізден бөтен ғой. Сөйлеген сөзің арылдап, дауысың кетті дарылдап. Бұлбұлдап шыққан бекеннен қарға да шығады екен ғой. Бүгін біз шығып оттық жарғамында, ақының өлең боп қой қалғамында. Бір сәйін бірсе қарғай, бір сәйін бірсе
мына мені өлеңмен шатастырдың. Шыныңды айтшы, аюмын ба, қарғамын ба, ағайын, мен емес шаршы топты жандырмайтын, сахнада ерекше бір ән құрмайтын. Қармақшы біздің мынау асыл өлке, демеймін жырды тыңдап жаңғырмайтын. Осынау минус болған суық күнде ыстық ықыластарын тоңдырмайтын. Ағайын, осымен ақын жыры тәмам болсын, бажақсыз сеніменен маған болсын. Осынау айтыс жасап жатқан бүгін келі қармақшымыз аман болсын. Дастархан тек жақсылық, елімде тек жақсылық бола беріп, елімде адалынан тағам болсын. Жамандық болмай-ақ, жамандық келмей мына елімізге, керемет ғажаптайын заман болсын. Ағайын, ақындар алдарыңда сайрай берсін, өлеңнің жорғамызы қайнай берсін. Осынау аламанға келген кезде киелі қармақшымыз жайнай берсін. Алдыңа келген атойса, шаш жүйріктердің үйір-ау. Қонақ тек маған бол соқсан, құрметің менен сыйың-ау. Ердәулет бірақ жеңілсең, басталып кетер жүйеді-ау. Себебі мына мектебің, екінші сенің үйің-ау. Қозығарының қалпайып, қазан басыңыз жалпайып. Бағылған жақсы киің-ау. Артқа қарай шаппасаң, алға жүруің қиын-ау. Берекем бақыт бол берсін, қармақшы ауданың гүлденсін. Ақындар енді түргесін, халық қуанып күлгесін. Бесігінде әр үйдің батыр мен ақын тербелсін.